Саламатсыздар ма достар? Бүгін бізде бірінші сабақ құрал саймандардың қызметі. Жаңа құжат құру үшін файл новый командасын орындаймыз. Құжаттың өлшемдерін береміз, кеңейтілімін анықтаймыз және фонтсын ақ етіп таңдап, атын өзгертіп, жаңа құжат құрамыз. Бұл жоғарыда тұрған бізде мәзір қатары, құрал саймандар панелі, қабаттар палитрасы, бізде әр қабатты көрсетіп тұрады. История палитрасы орындалған әрбір іс-әрекетті жазып отырады. Яғни біз жаңа құжат құрдық, міне оны жазып отыр. Құрылды деп, новый деп. Символдар, абзац, түстер, стильдер. Бұның барлығы бізге қажетті панельдер. Ал құрал саймандардың қызметімен өтейік. Ең бірінші құрал бұл ерекшелеу құралы. Бұл бізде қабаттармен жұмыс жасайды. Одан кейінгі құрал ерекшелеу құралы. Ерекшелеу құралымен жұмыс жасау үшін бір суретті алып келейін. Суреттерді файл открыть деп әкелсе болады, немесе суреттің өзін сүйреп программаға тастаса болады. Суретті әкелгеннен кейін мынау құлыпты екі рет чертсеңіз, суретті өзгерту мүмкіндігі болады. Міне біз енді суретті өзгерте аламыз. Міне бірінші құрал ол жаңағы қабаттарды басқарады дедім. Міне қабатты ұстап тұрып, жылжытсам орнын ауыстырады. Яғни бұл құрал қабаттарды таңдайды, қабаттардың орнын ауыстырады, қабаттарға қатысты іс-әрекеттерді орындайды. Екінші құрал ерекшелеу құралы. Ерекшелеу құралы белгілі бір облысты ерекшелейді. Мысалы, егер облыс ерекшеленіп тұрса, ол облысқа қатысты барлық іс-әрекеттер тек осы облыста болады. Мысалы, мен өшіргішті алып өшіретін болсам, мен мына жақты өшірсем өшірмейді, тек осы облыстың ішін өшіреді. Байқадыңыздар, иә? Яғни ерекшеленген облысты ғана қамтып отырады. Ерекшеленген облысты құрту үшін, кетіру үшін осы құралды қайтадан таңдаймыз, кез келген жерге тышқанды бір рет шертеміз. Ерекшеленген облысты өшіріп тастауға болады. Қажет емес болған жағдайда, қажет болған жағдайда правка копировать, бізде міне маяқта. Редактирование копировать деген көріп тұрсыздар. Мен Ctrl+C-мен істеймін. Копировать, ставить арқылы біз суретті қоя аламыз. Міне біз суретті қойған кезде, көшіріп қайтадан қойған кезде, осы облысты аймақты көшіріп бізге қойып берді. Бізде екі қабат пайда болды. Міне, бір қабат, екі қабат. Егер қажет болмаса, delete пернес арқылы қабаттарды өшіруге болады. Сонымен қатар ерекшелеудің екінші түрі ол шеңбер ретінде ерекшелеу, ол міне. Егер shift пернесін басып тұрып дөңгелек құратын болсаңыздар, ол диагональдары бірдей, яғни ұзындығы мен ені бірдей шеңбер құрады. Ешқандай созылып кетпейді, овал болмайды. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі құрал ол бізде лассо құралы. Лассоның үш түрі бар. Қарапайым лассо тышқанменен қалай ерекшелейсіздер, солай ерекшеленеді. Одан кейінгі лассо прямолинейный лассо. Прямолинейный лассо көп жағдайда суреттерді ерекшелеп алу үшін қолданылады. Мысалы, осылай гүлді ерекшелеу керек болса, осылай ерекшелейсіздер. Егер бір жерді байқамастан шертіп қалған болсаңыздар, delete пернесімен артқа қайтарып, ерекшелеу аяқталғаннан кейін екі рет чертесіздер, немесе enter басасыздар. Қажет облыс, қажет емес облысты өшіруге болады. Бұл жерде айта кететін жағдай растушевка деген көріп тұрсыздар ғой. Бұл жерде қазір бір деген растушевкамен өшірілді. Егер мен растушевканы үшке өзгертетін болсам, және мына жерде өшіретін болсам, суреттің пиксельдері бұлыңғыр болып өшкені көрініп тұр. Яғни
Растушевканы көбейткен сайын бұлыңғырлығы көбейеді. Растушевка азайған сайын жаңағы анықтығы көбейеді. Үшінші құрал магнитное лассо деп аталады. Екі түстің арасын ерекшелейді. Мысалы қараңыздар. Мына жерде граница болып тұр, гүл менен артқы фон. Міне, егер мен осы екі ортасымен жүретін болсам, осы гүлді ерекшелеп алуға болады. Бірақ мен олай ерекшелемеймін, былай бүйтіп көрсетейін сіздерге. Міне, енді өшірем. Міне, жеңіл ерекшеленді, яғни бұл жерде де кішкене өзінің қателер болады, оны түзелеп жіберуге болады. Бұл бізде магнитное лассо құралы. Келесі құрал бізде волшебная палочка. Волшебная палочка қай жерге шертетін болсаңыздар, сол шертілген облыстың түсіне ұқсас түстерді белгілейді. Мысалы, қарала түске белгілесем, мысалы, ақшылдауға белгілесем, немесе көкшілдеуге белгілесем, немесе жасыл. Міне. Түсінікті деп ойлаймын, ерекшеленген облысты өшіре аласыздар, немесе көшіріп тағы басқа амалдар істеуге болады. Так, быстрое выделение деген құралы осыған ұқсас жұмыс жасайды, бірақ бұл біз қай жерге барамыз, сол жерде жылдам ерекшелеуге мүмкіндік береді. Мысалы, міне. Енді бұл осындай бір быстрое выделение кезде бір қателер кетеді. Мысалы, мынау жер ерекшеленіп кетті. Бізге керек болса, мысалы, мына жер керек болса, ерекшеленіп кетсе, онда біз лассо құралын қолданамыз. Бұл жерде мен shift пернесін басатын болсам, ерекшелеуді қосуға болады. Ерекшелеуді қалай қосамыз? Мысалы, міне ерекшеленетін облыс қосылды. Егер мен alt пернесін басатын болсам, ерекшеленетін облысты азайтуға болады. Осы облысты қазір ерекшелеген алып тастайды. Міне мына жерден басап алып тастайды. Мына жерде алып тастау керек болса, alt пернесін басап отырып ерекшелейсіздер. Яғни бұл ерекшелеу құралы Photoshop'та өте қатты керек, қызметін жақсы түсінген пайдалы. Құралдарды ауыстыру үшін M деген көріп тұрсыздар. M пернесін басу арқылы біз ол құралды ерекшелейміз. Мысалы, менде басқа құрал болса, мен M-ді бассам ерекшеленеді. Shift M-ді бассам құралдың түрін өзгертуге болады. Lasso L. Shift L мен басатын болсам, лассоның түрін таңдай аламын. Ал енді келесі құрал бізде рамка құралы. Бұл құрал арқылы біз суреттерді кесеміз. Егер суретіңіз 10-15 болатын болса, бұл жерге енгіземіз. 10-15 сантиметр. Егер тігінен қажет болса, егер көлденеңнен 10-15 қажет болатын болса, онда мына батырманы шерттім. Міне, бізде өлшемдерін ауыстырып береді. Ерекшелейміз. Кесу қажет болғанда Enter'ді басамыз. Қажет емес жағдайда Escape пернесі арқылы артқа қайтарымызға болады. Пипетка құралы бұл мынау негізгі түсті өзгертеді. Қай түске шертсем, сол түске негізгі түсті таңдап алады. Одан кейін ретуширование құралдары. Қазір көрсетем оның қызметін. Ретуширование құралдары бұл суреттерді тазалауға арналған. Ескі суреттерді қалпына келтіруге болады. Немесе адамның түр әлпетін кішкене өзгертуге болады. Мысалы, красная глаза вспышкадан көздер қызарып түсетіндерге арналған. Ерекшелейсіздер, таңдайсыздар. Көздің қарашығын ерекшелеп белгілейсіздер. Сол кезде түс өзінің түсіне қайтады. Егер қайтпаса, бірнеше рет істеуге болады. Келесі құрал заплатка құралы. Облысты, мысалы, сіздерде бұл жерде дақ бар ма, ажым бар ма, сол облысты ерекшелейсіздер. Тазалау, сіздің ойыңызша тазалау деген жерге сүйреп апарсаңыздар, дақ кетеді. Мысалы, міне. Өзгеріс байқап жатқан шығарсыздар. Инструмент восстанавливающийся кисть бұл. Бұл үшін alt құралы арқылы таза облысты таңдап аласыздар.